Енді жағдайыңды жасадың, иә? Пәтерім бар, көлігім бар. Бірақ айтады ғой, суретші әрқашан аш болу керек деп. Иә, біздің бүкіл осы әндеріміздің көбісі сол бір творчествоға аш кезде шыққан. Ол уақыттарды сағынасың. Қазірде Аш уақыттарды да. иә, бір осындай бір ән жазу керек еді деп бір жатасың, мысалы студияда бір 2-3 күн жатасың да ол ән шықпауы мүмкін сенде, бірақ тағы да 2-3 күннен кейін ол ән сенің миыңда тұрып уже шығуы мүмкін да. Сондықтан да ол кездер өте күшті, ыстық, және де қазірде сол затты бірақ кішкене басқаша қолданып жасау керек деп ойлаймын. Өйткені қазір барлығы дамып жатыр, жаңа жанрлар шығып жатыр, жаңа әншілер келіп жатыр. Бізде даму керекпіз деп ойлаймын, әр адам. Сондықтан да бұйырса жаңа әдемі хиттар күтіңіздер, және де күшті концерттер.